Жалпы осы тұрғыда біз қандай қорытынды жасаймыз? Әрине, біз бұл тұрғыда позитивизм бағытында қалыптасқан бір әдіс тәсілдерді айтпай кетуге болмайды. Себебі позитивизмнің мәнінің өзі сол, ол қандай да бір нақты жаңағы зерттеу объектісіне қатысты зерттеу жүргізуде нақты бір әдіс тәсілдерге сүйену, сөйтіп нәтиже беретін болымды білім жинақтау. Ол қандай әдістер? Мысалы, верификация әдісі. Верификация әдісі дегеніміз не? Верификация әдісі дегеніміз бұл қандай да бір қалыптасқан теорияларды, немесе ұсынылған теорияларды, көзқарастарды нақты іс жүзінде дәлелдеу. Тек қана дәлелдеу емес, соны белгілеу, қорытындылау. Себебі кейбір мәселелер нақты іс-әрекетте, экспериментте, тағы да бір қайта тексеруді талап етеді. Жалпы верификация принципі, вена үйірмесі бар ғой, сол вена үйірмесіндегі позитивист философ Мориц Шликтің ұсынуымен жүзеге асқан болатын. Жалпы верификация принципінің негізгі мәселесі бұл тазарту, яғни ғылымдағы нақты, таза, анық бір позитивті көзқарастарды қалыптастыру. Неге? Себебі верификация дегеніміз тәсіл ретінде ақиқат, кез келген білімнің шындығын, ақиқаттылығын әрекетте тексеру, соны дәлелдеу. Себебі кейбір теориялық немесе гипотезалар, болжамдар соңында бір қате, жаңсақ, жалған болып шығуы мүмкін. Тағы да бір тәсіл бар, бұл фальсификация тәсілі. Фальсификация тәсілі, мысалы, кез келген бір теориялардың, көзқарастардың, тіпті қандай да бір объектілердің оның жалғандығы туралы, жалған еместігі туралы қандай да бір эксперимент жүргізу. Мысалы, қаражат, ақша, купюралардың жасанды болуы. Немесе қандай да бір өнер туындыларының қайталануы, біреуден ұрлануы, немесе соны дайындаудағы қандай да бір теріс бір ғылым саласына жатпайтын тәсілдер арқылы жетуі. Мысалы, монеталар жасау. Әрине, бұл тек фальсификация тәсілі арқылы ғана жүзеге асады. Неге? Өйткені кейбір жасандылық, бұл қандай да бір имитацияны береді. Неге? Өйткені кейбір өкінішке орай адамдар, тіпті ғалымдар да болуы мүмкін соның ішінде, біреудің идеясын ұрлау, сондай-ақ тіпті мысалы олардың код сөздерін ұрлау, логотиптерін ұрлау сияқты мәселелер болуы мүмкін. Осындай жағдайда фальсификация әдісі бізге көмекке келеді. Жалпы қорытындылай келе, біз бүгінгі дәрісті былай деп топшылаған дұрыс деп ойлаймын. Жалпы ғылыми таным теория мен тәжірибенің бірлігін талап ететін кешенді, жүйелі процесс.
ғылымдағы кез келген тұжырым немесе гипотеза тек логикалық дәлелдерге сүйеніп қана қоймай, оны нақты эмпирикалық деректермен растауды қажет етеді. Жаңағы айтқан мысалы верификация немесе фальсификация тәсілдері. Сондай-ақ теоретикалық негізделу ғылыми идеяларды теорияға сүйене отырып түсіндірумен негіздеуге бағытталса, ал эмпирикалық негізделу нақты тәжірибелер арқылы деректерді дәлелдейді және қайталауды талап етеді. Жаңағы айтқан бақылау, жоғарыда айтқан эксперимент жасау, нақты іс жүзінде тексеру немесе модельдеуге. Міне осы екі аспектінің үйлесімділігі ғылыми білімнің сенімді әрі дәлелді болуын қамтамасыз етеді. Ғылыми дәйектемелер логикалық түрде құрылады. Олар теориялық және жаңағы айтқан эмпирикалық деңгейде тексеріледі. Себебі біз жаңа верификация, фальсификация ұғымдарын айтқан кезде негізгі акцент түсірілген мәселе ол нақты тексерулерден кейін ғана біз шынайы білімге қол жеткізетіндігіміз, нақты ақиқатты табатындығымыз туралы айтқан болатынбыз. Яғни шынайы білім жинақтауда, нақты ақиқатқа қол жеткізуде осы ғылыми танымның деңгейлері, ғылыми танымның әдістері бізге көмекке келеді. Тек осы жағдайлар ғана бізге нақты ақиқатқа қол жеткізуімізге жол ашады. Біз дәрістің соңында осы мәселелерге қатысты әдебиеттерді айта кеткеніміз абзал. Себебі дұрыс білім жинақтауда осы деректер бізге көмекке келеді. Біріншіден, Абдрасилованың жаңағы ғылым тарихы мен философиясы дәрістер жинағы Алматыда 2017 жылы шыққан, жарияланған еңбек. Бұл еңбек осы дәрісті, жалпы осы пәнді оқуда өте қажет еңбек болып табылады. Екінші, Дерек Джонстонның философияның қысқаша тарихы, Сократтан Дерридаға дейін деп аталатын. Бұл еңбекке ерекше назар аударатын жағдай, бұл кезінде рухани жаңғыру, соның ішінде қазақ тіліндегі 100 оқулық бағдарламасы аясында қазақ тіліне тәржімаланған еңбектердің бірі. Сондай-ақ Дэвид Юмның эмпирикалық растау еңбегі, білім және ықтималдылық, 118 беттен тұратын еңбек. Міне осы еңбектер және тағы да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кітапханаларда немесе ғылыми жаңағы оқу залдарында еңбек етуге әбден мүмкін. Назарларыңызға рахмет.